Халқымызға ғасырлар бойы арман болған тәуелсіздік, егемендік ұстанымдарын биікке көтеретін күн біздің отанымыздың әрбір азаматы үшін қастерлі мереке. Тәуелсіздік ең алдымен қазақ халқының бостандыққа ұмтылған асқақ армандары мен қайсар рухының жемісі. Сондықтан да біз үшін тәуелсіздік күні ең қастерлі күн. Азаттық аңсаған елдің түпкі мақсатының орындалып, бүгінгі Қазақстан Республикасы өз мемлекеттілігінің бұдан 31 жыл бұрын жариялаған болатын. Серік Төлеубекұлы Елгезеков атындағы негізгі орта мектебінде тәуелсіздік тұғырың атты мерекелік шара әнұранымыздың шырқалып, мектеп басшысы Мусина Айгана Сериковнаның құттықтау сөзімен басталды. Тәуелсіздік кез келген ел үшін жаңа сатыға көтерілу мен қайта түлеудің, гүлденіп дамудың тың қадамы, елеулі тарихи кезең. Тәуелсіздік Тәңірдің біздің ұрпаққа берген үлкен бақыты, халқымыздың мәңгілік құндылығы. Біз бүгінгі күнге дейін барлық жетістіктерімізге тәуелсіздіктің арқасында қол жеткіздік. Мерекелік жиында желтоқсан оқиғасы тарих беттерінен үзінді көрсетіліп, оқушылар тәуелсіздікке ән жыр арнады. Желтоқсанда бір сыр бар, желтоқсан мейлі жаусын қыр, амал тұрмас ешқашан, қайрат ләззат қырсындар. Желтоқсан қарамайыз қарына, желтоқсан қарамайыз барына, тәуелсіздік тоғырға жету үшін өлді талай желтоқсан мұздарына, әппақ қар қызыл қанға боялды, өшкеніп шөнгеніп қайттан жаны оянды. Ата-бабам айтыпкен қысқасыз, ерді намыс өлтірген ақ қамыс қоянды. Бабамның да арманы осы еді ғой аңсаған, тәуелсіздік таңдары бақ береді баршаға. Көк туымды қолыма, бүгін берік ұстаным, түсті бағыт жолыма, менің Қазақстаным. Жаңа оқу жылында мектеп табалдырығын аттаған бірінші сынып оқушысы Қабдулла Айымның тәуелсіздікке арнауынан кейін Атамекен әні шырқалып, мерекелік шара аяқталды. Егеменді еліміздің өсіп келе жатқан ұрпағын ойлы да іскер, жігерлі де батыл, өзіне өзі сенімді, интеллектуалдық деңгейі биік, дүниетанымы дұрыс қалыптасқан азамат етіп тәрбиелеуде мектептің алатын орны айрықша. Отанымызға, туған халқымызға адал қызмет ету біздің азаматтық борышымыз. Рухы күшті ел алынбайтын қамал дейді халық нақылы. Еліміздің болашағы білімді ұрпақ қолында. Назарларыңызға рахмет.